7 сынып физика Кромгурт кітабынан 136 беттегі жаттығудың 4 есебін шығаратын боламыз. Бірінші есеп: егер дене айға көшірсек, онда оған әрекет ететін Архимед күші өзгере ме? Иә, өзгереді, себебі Архимед күшінің формуласындағы G шамасы өзгереді басқа планеталар үшін. Екінші: вакуумде Архимед күші әрекет ете ме? Салмақсыздық жағдайында ше? Вакуумде де салмақсыздық жағдайында да Архимед күші әрекет етпейді, себебі атмосфералық қысымда ауырлық күші де жоқ. Келесі есеп: бізде мыс шардың ауадағы салмағы 36,9 ньютон, ал оны суға толықтай батырғанда оның салмағы 26,7 ньютон болды. Шар тұтас па, әлде қуысы бар ма? Егер шардың қуысы бар болса, онда оның қуысының көлемі қандай? Бізде мынандай бір шар, бұның ауадағы салмағын біз P ауа, ол mg арқылы анықтауға болады. Ал енді осы шарды суға салса, оған қандай күштер әрекет етеді? Ең бірінші, оның өзінің ауырлық күші бар, массасы бар дененің. Ал жоғары қарай су тарапынан Архимед күші әрекет етеді. Сонда оның судағы салмағы мынау mg-дан Архимед күшін азайтсаңға тең, бірақ mg-міз бізде ауырлық күшіне тең. Сонда P ауырлық күші минус F Архимед болады екен, оның судағы салмағының формуласы. Сонда мен осы жерден F Архимед дегенді қорытатын болсам, ол менде P ауырлық минус P су болады. Мына бір формула. Сонда мен осыны апарып F Архимед күшін табам. Ол менде P ауырлық минус P судағы салмағы. Сонда ауырлық күші бізде 36,9, азайтамын 26,7. Ол бізде 10,2 ньютон болады. Бұл бізде Архимед күші, денеге әрекет ететін. Мен осы Архимед күші арқылы дененің көлемін таба аламын. Ол дегеніміз ρ сұйықтық, GV дене тең 10,2-ге. Осы жерден В денені табатын болсам, онда 10,2-ні бөлім ρ сұйықтық G-ға. Біздегі 10,2 сұйықтың тығыздығы, ол бізде су. Су болғандықтан 1000 көбейтілген 10. Осыны есептеймін. Ол бізде 0,100 102 метр куб болады екен. Ал енді оның ауадағы салмағы арқылы мен оның ауадағы көлемін табайын. Ол бізде ең бірінші біз ауадағы көлемін табу үшін оның ауадағы массасын табуым керек. Ол бізде P бөлінген G болады. Яғни 36,9-ды 10-ға бөлем. Ол бізде 3,69 болады. Ал енді мен осы 3,69 килограмм арқылы дененің ауадағы көлемін табам. Яғни мынау В ауадағы көлемі. Ол бізде ауадағы массасын дененің тығыздығына бөлгенге тең. Сонда біздегі ауадағы массасы 3,69, дененің тығыздығы 8900. 0,00041 метр куб болады. Енді қарап отырсақ, дененің судағы көлемі мен ауадағы көлемі бір-біріне тең емес. Сонда дененің іші қуыс деген сөз. Мен қуыстың көлемін табу үшін дененің ауадағы көлемінен оның ауадағы дененің судағы көлемінен оның ауадағы көлемінен азайтам. Сонда 0,100,061 болады. Сонда мен қуыстың көлемін таптым, метр куб. Немесе дәл осыны 0,6 литр деп жазуға болады. Келесі: айсберг мұхитта жүзіп жүр. Біз айсбергтің 1/10 бөлігін ғана көреміз, ал оның көлемінің 9 бөлігі су астында батып жатыр. Егер суда қайың бөрене жүзетін болса, онда оның шамамен жартысы ғана су ішінде болады. Неліктен су астында бөрененің жартысы ғана, ал айсбергтің тіпті тұтастай дерлік бөлігі жатыр. Енді сұйықтардың орналасу ретін ескерсек, ең бірінші тығыздығы үлкен дене ыдыстың ең астында.
одан кейін реттілік бойынша кетеді. Ал енді бізде айсберг мұзының тығыздығы 900 кг бөлінген метр куб, ал судың тығыздығы 1000 кг бөлінген метр куб. Қарап отырсақ, екеуінің тығыздықтары шамалас. Сол себепті айсберг мұзының көп бөлігі су астында болады. Ал енді қайың бөрененің тығыздығы 800 кг метр куб, ал судың тығыздығы 1000 кг метр куб. Сол себепті қайыңның жартысы су бетінде жүреді. Яғни тығыздықтары бір-біріне тең емес. Осымен видео сабақ аяқталды. Егер сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, SEO қоңыраушасын басып қойыңыз.